Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым, Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз мінекей осындай әдемі пайпақ тоқитын боламыз. Следи деп айтамыз, пайпақ деп айтамыз. Мінекей. Бұл жерде менде бұл 35-36 размер. Мінекей, қазір біз мына мойнынан бастайтын боламыз, міне бұл жерден. Және де осылай төменнен тоқып, және де мына екі жағын басын біріктіріп, осылайынан мынау тұмсығына дейін тоқып, осымен аяқта, және де мынау табанда осы жерден аяқтайтын боламыз. Мінекей. Бар болған осы. Енді қазір бізге осындай білтекеш керек, қайшы керек, және осындай жіп керек болатын болады бізге. Мінекей, Ализе Лана Голд деген. Қазір осы жіптің аты шығып жатыр. Әдемі жіп болғасын. Ал бісміллә деп бастайық. Енді қазір біз бұл жерде 44 көз алатын боламыз. Бісміллә деп бастап, осы жерде қазір біз 44 көз алатын боламыз. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Ары қарай қазір жалғастырамыз. Мінекей, мен мына жерде 44 көз алдым. Енді теріс жағына қаратып, осы бетінде біз барлық көздерді оңынан тоқып шығамыз. Мінекей, осылайынан осы қатардың аяғына дейін тоқып шығатын боламыз. Мінекей, мына теріс бетінде мен барлық көздерді терісінен оңынан тоқып шықтым. Енді оң бетіне келіп, тағы да біз оң қып тоқитын боламыз. Енді негізі бұл тоқымашылардың бәрі де біледі. Бұл орамал өрнек деп аталады. Платочный вязка деп айтамыз ғой кәдімгідей. Мінекей, екі бетінде де оң қып тоқи беретін болсақ, осындай мінекей жолақтар пайда болады. Мына оң бетінде мінекей мына бір жолақ болды, өйткені біз мына теріс бетінде біз оң қып тоқыдық қой. Мінекей, осындай жолақ пайда болды. Мінекей, енді қазір бірден уақыт созбай-ақ, мінекей, мына ақ жіпте біз қазір мынау 1, 2, 3, 4 жолақ тоқитын боламыз. Уақытты алмай-ақ, осының бәрін бірден қазір көрсетіп жіберейін. Мінекей, осы қазір біз мына ақ жіпте қазір 4 жолақ тоқып болғаннан кейін бар қызылға ауысатын боламыз. Мінекей, мен мына жерде мінекей 4 жолақ тоқып болдым. Мінекей, енді қазір біз басқа түске ауыстыратын боламыз. Қызыл деп айта берейік, бордовый цвет қой. Енді соған ауыстыратын боламыз. Мінекей, енді жаңадан тоқып жүрген қыздарға айтарым, бұл жерде қазір біз жаңа мына жіптердің бәрін, көздердің бәрін іліп алғаннан кейін біз мынау бірден теріс бетінен бастап кеттік қой. Сол теріс бетінен бастағанда осы жерде қазір мына жерде 7 қатар бар. Мінекей, егерде оң бетінен басталғанда ол кезде 8 қатар болар еді. Мына жерде 7 қатар бар. Мінекей, қазір енді дәл осы фирманың жібіменен біз жібімізді осылайынан ауыстыра жіберетін боламыз. Әркім әрқалай ауыстыра береді. Кім қалай ауыстырғысы келсе, өзі біледі. Мінекей. Енді әрі қарай барлық екі бетінен де оң қып тоқып, әрі қарай осылайынан жалғастыра беретін боламыз. Мінекей. Мінекей. Енді осы түспенен біз қазір 12 осындай жолақ тоқитын боламыз. Содан кейін бар, мына көздердің бәрін жабамыз да,
Сосын әрі қарай қазір көрсететін боламын. Мінекей, мен мына жерде 12 жолақ тоқып болдым. Мінекей. Енді қазір біз көздердің бәрін жабатын боламыз. Оған дейін біз мына ақ жіпті қиып тастаймыз. Мінекей. Енді біз мынау әрбір көздерді енді жабатын боламыз. Қазір бірнешеуін көрсетейін. Мінекей. Дәл осылай осы көздердің бәрін осылайна жабатын боламыз. Мінекей. Осы қатардың аяғына дейін мынау көздердің бәрін жауып тастайтын боламыз. Мінекей. Әрі қарай қазір көрсететін болам. Мінекей. Мен мына көздердің бәрін мінекей жауып тастадым. Енді бұл жерде енді қазір ақ жіпке ауыстыратын боламыз. Мінекей. Енді қазір біз мына тоқымамызды мінекей осылайынан алып келеміз. Мінекей. Тура мына тұмсықты мына жерден бастайтын боламыз. Мінекей. Енді қазір біз мына жерден 17 көз теріп аламыз. Мына жақтан да 17 көз теріп алып, сонымен барлығы 34 болу керек. Мінекей, мынау біреу, екеу, үшеу, төртеу. Мінекей, көрдіңіз бе? Мінекей, мынау екеуінің ортасынан арасынан алып отырмын. Мына жерде 10 болды. 11, 12, 13, 14, 15, 16, және де мына жерден 17. Мінекей. Біреу, екеу, үшеу, 17 болды. Енді мынау екіншісіне келіп, қазір біз әуелі санап алайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 болатын болса, біз мына жақтан тағы да біреуін қосып аламыз. Мінекей. Мына жерден біреуін қосып алдық. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Осы қатардың аяғына дейін осылайынан көз теріп аламыз. Мінекей, мен мына жерде 34 көз осылайынан теріп алдым. Енді мынау теріс жағына бұрып, барлық көздерді
оңынан тоқып шығатын боламын. Мінекей. Осы қатардың аяғына дейін. Мінекей мынау теріс бетінде мен барлық көздерді оңынан тоқып шықтым. Енді оң бетіне келіп, барлық көздерге де осылайынан оңынан тоқып шығамын. Мінекей бізде мына жерде уже бір жолақ пайда болды, иә. Дәл бұл жерде де біз тура мына жердегідей 4 жолақ тоқитын боламыз. Мына жерде де 4 екен. Осы 4 жолақты тоқып болайық, сосын әрі қарай көрсететін боламын. Мінекей мен мына жерде 4 жолақ тоқып болдым. Енді мынау ақ жіпті шамалы осындай ғана бір ұзартып аламыз да бұны қиып тастаймыз. Өйткені кейін табанда жабатын кезде осы ақпенен өзінің түсінімен жабатын боламыз. Енді басқа түске ауыстырдық қой енді. Дәл осылай оңынан тоқып шығып, екі бетінде де осылай тоқып болып, осы бордовый цветтен де дәл осындай жолақтан 16-сын тоқитын боламыз. Қазір көрсетіп жіберейін. Мінекей осылайынан санағанда осы жолақтан, осы түстен 16 болу керек. Сосын мынау көздердің бәрін қысқартып, осымен осы аяқ киім нені пайпақтас осыменен аяқтайтын боламыз. Мінекей мен мына жерде 16 жолақ мінекей тоқып болдым. Енді біз бұл көздердің бәрін екеуден қысқартатын боламыз. Мінекей. Мінекей, әрбір екеуін осылайынан қысқартатын боламыз. Осы қатардың аяғына дейін дәл осылай қысқартатын боламыз. Мінекей, екеуден мінекей бәрін қысқартып болдым. Енді теріс бетіне көшеміз. Біз барлық көздерді оңынан тоқып шығамыз. Мінекей. Осы қатардың аяғына дейін. Мінекей мына теріс бетінен мен барлық көздерді оңынан тоқып шықтым. Енді біз тағы да осы екінші қатарда есептейік. Екінші қатарда да біз екеуден тағы да біз мына көздердің бәрін осылайынан қысқартатын боламыз. Мінекей. Екеуден қысқартамыз. Осы қатардың аяғына дейін және де мынау теріс жағында барлық көздерді оңынан тоқып шығамыз. Мінекей мынау теріс жағынан мен барлық көздерді оңынан тоқып шықтым. Енді мынау оң бетінде барлық көздерді оңынан тоқып шығамын тағы да. Мінекей. Енді бұл жерде менде 9 көз бар. Мінекей 9 көз бар. Енді бұл көздердің бәрін біз қазір осылайынан жинақтайтын боламыз. Мінекей ол үшін мінекей. Мінекей дәл осылайынан
жинайтын боламыз. Мінекей. Енді мынандай ілмекті аламыз. Крючок дейміз ғой. Мінекей осылайынан тоқып шықтық. Енді мінекей терісіне қарай қаратамыз да. Біз қазір көрсетіп жіберейін. Мінекей мына көздері мынау іш жағынан дәл осылайынан алатын боламыз. Мінекей мынау іш жағынан. Мынау сыртынан екеуін емес. Сосын мына жерге қазір осылайынан туралап қойып, сосын мына көздердің бәрін бірдейінен осылайынан есептеп санап қоямыз. Санағанда енді туралаймыз осылайынан. Әйтпесе, кейде мына беті, я болмаса мына беті бір көз, екі көз артығымен шығуы мүмкін. Мінекей. Ол үшін мінекей мынау іш жағынан. Осылайынан аламыз да. Дәл осылай тоқитын боламыз. Мынау көздердің бәрін жабатын боламыз. Мінекей осылайынан. Енді қазір мына жерге келгенше ары қарай мына жерге келеміз, сосын барып ары қарай көрсететін боламын. Мінекей мен мына жерде мына қызылды тоқып болдым. Енді мынау ақты аламыз да, енді ақты тоқитын боламыз. Мінекей осылайынан қоя саламыз. Енді қызылдымен жүреміз. Қызылды мынау ақтың шетінде жаймен ғана осылай ілмексіз бағандар тоқитын боламыз. Ал енді мынау қызылға келдік. Енді осы жерден жаңағыдай тоқи беретін боламыз. Мінекей. Мына жерден бір саусақ қалғанша осы жерге дейін тоқитын боламыз. Мінекей мен мына жерде бір саусақ қалғанша тоқып болдым. Енді жібімізді кесіп тастаймыз, қиып тастаймыз. Мінекей осымен болды. Енді мына жіппенен осылардың бәрін айналдырамыз. Осының бәрін үтір нүктесіне дейін сіздерге көрсетіп отырмын. Оның бәрін үйреніп алсын деп, мінекей өстеміз, осылайынан тартамыз. Мінекей болды.
енді осы жерден аяқтайтын боламыз. Мына жіпті сосын осылайынан бәрін жасырып қоятын боламыз. Мына жіптердің бәрінде де арасының бәрін де жібереміз ғой. Оның бәрін білетін шығарсыздар, Енді оң бетіне көшіреміз. Мінекей көрдіңіздер ғой, өкшесі. Мінекей. Және де мынау ақ. Мінекей біздің байпағымыз дайын болды. Енді осыны қазір көрсетіп жіберейін. Мінекей. Көрдіңдер, өкшесі де бәрі де әдемі болып шықты. Мінекей. Ал енді 37-38 размерлерге, егер де үлкен размерлерге тоқитын болсаңыздар, мына жерден көздерін көбіректеп аласыздар. Мен жаңа 44 қылып алсам, сіздер 46-48 қылып алсаңыздар, бұл кезде 38-39 болады ол кезде. Мінекей. Ал 37-ге мынаны шамалы, мына басын шамалы көбіректеу қылып тоқсаңыздар, 37-ге де барады ол. Мінекей. Негізі мына бас жағынан көбейте бергеніңізде дұрыс. 37, 38, 39-ға бара беретін ғой. Мына аяғының бәрі тура келеді ғой. Я болмаса мына аяға тарлау болады десеңіздер, мына жерден көздерін көбейтсеңіздер де болады. Мінекей, бүгінгі көрсетейін деген байпағым, сіледейім осы болатын. Мінекей, көріңіздер, тоқыңыздар, ол сіздердің қолдарыңыздан келеді. Келесі жолы бұдан да басқа да байпақтарды көрсететін болам. Әзірге осыны тоқып үйреніңіздер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.